өзің бөлектеніп кетіп қаласың, мысалы жалғыз шығып кету оңай, бірақ өзің ортаны табу ол қиындау келеді. Иә, рас. Сондықтан екеуінің арасында сен айтқандай баланс таптыру керек. Сол ғой, баланс, үйлесімділік керек. Иә, дәл осындай леппен менің ойымша подкастты бастай беруге болатын сияқты. Сәлем, құрметті достар, бұл Торғын, бір кесе шай подкастының авторымын. Сіздермен қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз, және бүгін бізге студияға Шахсұлтан қонаққа келді. Қош келдің, Шахсұлтан. Қош көрдік, рахмет шақырғандарыңызға. Шахсұлтан Сэджон университетінде, оңтүстік Кореяда, Сеулде орналасқан Сэджон университетінде туризм және бизнес администрейшн мамандығында бакалаврда білім алып жатыр. Қош келдің тағы да. Қош көрдік. Иә, өзің туралы да тағы да бір сөз айтып жіберсең. Жалпы мен есімім Шахсұлтан, мен Шымкенттен боламын. Жасым 19-да. Сэджон университетінде Торғын айтып кеткендей 2 мамандықта оқимын. Дабл мейджор жобасы бойынша танысқаныма қуаныштымын. Көп рахмет шақыртуымды қабыл алғанына. Мен оны сұрап алдым ғой. Жоқ, рахмет жазғаныңа, осылай ұсыныс тастағаныңа. Шынымен де ойланып жүрген, мен жақында Кореядан кетемін, сол себепті осы жақтағы студенттерді шақырған дұрыс қой деген ой келіп жүрді де сен жаздың. Сол себепті идея тастағаныңа рахмет айтқым келеді. Менің ойымша бірінші Сеулге, Кореяға қалай келдің, сол туралы айтқан қызық болатын сияқты. Өйткені бізді тыңдап жатқан жастардың ішінде ұлдар да өте көп. Олар да сенің перспективыңды білсін, көрсін, естісін. Ол өте қызық жағдай болды. Қазір сөз бар, форс-мажор деген. Ол табиғи күштер, яғни біз оған ешқалай әсер ете алмаймыз. Мен Сеулге, Кореяға дейін Америка құрама штаттарына тапсырып жатқан болатынмын. Мен бүкіл документтерімді жинап, олардың бәрін беріп қойғанмын, және оффер алдым. Бірақ ол офферді толығымен растау үшін маған SAT емтиханының нәтижелері қажет болды. Мен 2022 жылдың желтоқсан айында Қарағанды қаласына барып SAT емтихан тапсырған болатынмын. Ол кезде мен емтиханның жауап нәтижелерін алдым, қуанып класстастарыммен жаңа жыл тойлап жатқан болатынмын. Оны скриншоттап алғам нәтижелерін, және кейін оны жүктейін деп қайта сайтқа кірсем, сіздің нәтижелеріңіз cancelled деген жазба шықты. Мен түсінбедім. Сонымен бізде сағат түнгі 1 мен ақшқа хабарластым, ешкім жауап бермеді. Сосын имейл жаздым, ол да жауап бермеді. Колледж борд бәріне жазып шыққанмын, ешкім жауап қайтармады. Содан 1-2 күн өткеннен кейін, мүмкін жаңа жыл болғандықтан шығар, оларда да демалыс болып, маған хат келді имейліме. Сіздің нәтижелеріңізді біз растай алмаймыз, себебі сол күні Қарағандыдағы тест-центрде көбісі көшірді деген күдік болды. Ол кезде SAT диджитал емес, қағазы да болды. Сондықтан көп адамдар Түркиядан, жалпы ол кезде Түркиядан жауаптарды көшіру, сатып алу деген өте жиі кездесетін. Көп адам көшірді деген күдік болды. Арасына мен де кетіп қалдым. Олар жалпы кім көшіргенін іздеп, оны шешкісі келген жоқ. Алтта жалпы бүкіл тест-центрді жоққа шығарды. Өте өкінішті, әрине. Негізі расымен де осындай проблемалар өте көп сияқты. Жақында топикке де қатысты естіген шығарсың, Қытайдың студенттері жауаптарын хакерлік жолмен біліп алғандығы жайлы жаңалық шыққан болатын. Қаншама мысалы тапсырған адамға қатты зиян тигізеді, шын түрде тапсырған адамға. Оның барлығы бірнеше ақша емес, уақыт қой. Уақыт, энергия. Мен дедлайным жалпы Америкаға 2 аптам қалған. Ал келесі SAT ақпан айында болды. Мен дедлайнмен кешігіп қалдым. Кәдімгідей өмірден түңіліп кеттім, себебі мен ұбт тапсырмаймын деген ойға келгем. Тек осы IELTS пен SAT емтихандарын тапсырып, өзіме сенімді отырмын, себебі мен оффер алдым ғой. Бірақ оны растай алмай қалдым да, жаздым университетке осындай, мен нәтижелерім жоққа шығарды деп едім. Өкінішке орай, біз сіздің жалпы осы аппликейшнмен ары қарай жүре алмаймыз деген сөз айтты. Одан енді кәдімгі өмірден түңіліп, 2 апта не істерімді білмедім. Оған дейін бұлай шетелдегі университеттерге тапсыратын компаниялар көп еді. Бұлай интернеттен, инстаграмнан шығып тұратын. Осылай біз тапсыруға көмектесеміз, анау-мынау деген. Бірақ мен осылай дедлайн кешіп қалдым, өзін іздей бастадым. Кім көмектесе алады деген. Олай компаниялар іздеп басады, біреу шықпайды ғой. Инстаграмда еш жерде таппаған. Одан бір компания шықты, атын айтпай қояйын, олар осы жалпы тапсыру көмегі үшін $6,000 сұрады. $6,000 деген ол сұмдық ақша ғой. Мен келесі күні жалпы отқам өзім, телефон шыққылап, сол кезде шығып қалды бір компания. Олар кенеттен хабарластым, олар маған 3 ұсыныс тастады. Біріншісі Түркия. Енді Түркияда қазақтар көп, бірақ оқу сапасы жалпы мені қанағаттандырмады.
оны түркияға бармаймын дедім. Екінші жыл ол Чехия елі болды. Чехияда егер бір жыл тіл оқысаң, кейін тегін оқисың деді. Бірақ мен Чехияда лайфстайл маған жақпайды деп ойладым. Себебі ол жақта адамдар көбіне ішуге құмар, кейін нашақорлар дегендей. Мен де соған жолығып сондай болып кетемін ба деген қорқынышым болды. Одан үшінші вариант енді Корея болғандықтан Корея жайлы ойым былай сәл-пәл байст болды. Себебі әкем кезінде Кореяға барып қайтқан 2014 жылдары. Одан кейін Корея дамыған, мықты, анандай қылып аса сілтіреп айтатын. Одан Кореяны таңдадым. Сөйтіп Кореяда да дедлайннан жалғыз үлгеріп жатқан университетім Седжон университеті болды. Сөйтіп Седжонға тапсыруға көмектесті. Мен өзім маркетингке құмар болатынмын және осы маркетинг бойынша мамандық таңдаймын деген ой болған. Бірақ ментормен сөйлестім, ол айтты, маркетинг әрине жақсы, ол специфик өзі бір мамандық деп айтты, бірақ егер сен кейін ойын ауысып маркетинг жұмыс жасағың келмесе қайтесің деді. Мынандай мамандық бар, бизнес администрейшн деген, ол жақта жалпы бәрін оқисың, маркетинг, менеджмент, экономика, финанс, тағы басқа, оған тапсырып көр деді. Одан кейін мен бизнес администрейшн тапсырдым. Енді Седжонда бизнес администрейшн оқып бастаған 23 жылы. Өте қызық жол болған екен. Әрине өкінішті ақш-қа бара алмаған, бірақ мен ойымша болашақта міндетті түрде жолын түседі деп ойлаймын. Айтады ғой, негізі кейбір сәтсіздіктер қанша тырыссаң да болмайды ғой, кейбір істер. Соның бір өзінің бір жақсылығы болады дейді ғой артынан. Сол себепті егер мысалы ол жаққа келмесең, қазіргі мысалы ортаңды таппас та едің, мысалы. Сол себепті барлық нәрседен жақсылық көрген дұрыс та шығар деп ойлаймын. Өйткені еш өкінбеймін оған, себебі Седжон маған талай жол ашып берді. Қаншама жаңа адам кездестірдім. ақш-қа барғанда мен мүлде басқа адам болатын едім. Қазір қандай адам болғаныма өзіме өзім мақтан етемін, ризамын, қуаныштымын қандай адам болғаныма. Алдыңғы қонағымызбен осы туралы сөйлескенбіз. Жалпы бакалаврда шетелге балаларды жіберген қаншалықты дұрыс, қаншалықты қауіпсіз деген сияқты ойлар біз талқылағанбыз. Соны сол кезде де мен ойымша ақш бірден жіберуге қиын сияқты, Еуропада дәл сол сияқты. Өйткені мысалы расистік көзқарастарды естіп жатырмыз. Мәселен, қазір Ұлыбританияда иммигранттарға қарсы, мұсылмандарға қарсы сондай митингтер болып жатыр. Сол себепті кішкене ата-ана ретінде ойлансақ, мысалы, өте қиын сияқты балаларды бірден ақш-қа жіберу. Және сол себепті де мен ойлайтыным, бакалаврға жібергілеріңіз келсе, және әрине баланың да шешімі өте маңызды ғой, бұл жерде оның да құқығын шектей алмайсың. Оңтүстік Корея мен ойымша бакалаврды оқуға өте күшті ел деп ойлаймын. Сонымен қатар ертең бакалаврда оқу бұл жақта оңай емес. Біріншіден, екіншіден, әлемдік стандартқа сәйкес келгендіктен әрі қарай мысалы магистратураға тапсырамын десең, докторантураны жалғастырамын десең, мен ойымша студенттерде өте күшті база қалыптасады. Сол себепті оңтүстік Кореяны таңдау дұрыс шешім деп ойлаймын. Мен жақында бір-екі рейтинг көрген болатынмын. Ол жақта Сеул әлем бойынша осы бакалавр оқуға топ-1 қала деген жазбаны оқыдым. Сондықтан Сеул, Корея, маған біраз адамда айтатын болды, Кореяда бакалавр оқу керемет деп. Олар өздері ақш-та, Еуропада оқып жатып, Кореяда оқып көргісі келеді. Сол сияқты әр жақтың өзінің жақсы жақтары мен жаман жақтары бар. Оны көріп, оқып көріп, былай зерттеп көрмесең, неше түрлі ойды айта беруге болады. Рас. Сол себепті айтады ғой, бір сөз бар емес пе? 90 рет соны біреуден естігенше өзің істеп көрген дұрыс деп. Сол себепті де мысалы сұрайды ғой, кейде адамдар жазады маған, осылай мен мынандай құжатпен осылай оқуға түсе аламын ба? Сеул жақсы орын бола ма, сіз қалай ойлайсыз? Мен өз тәжірибемді айта аламын, бірақ ол тәжірибені сіз өзіңіздің өміріңізге копи-паст жасай алмайсыз да. Өйткені әркімнің өзінің тәжірибесі бар, өзінің жолы бар. Сол себепті барлық жан-жақты нелерді, опшындарды қараған дұрыс, сосын ары қарай шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Бізде жауапкершілікті кішкене ысыру бар ғой көпшілігінде. Жалпы әркімнің өзінің формуласы болады. Қандай сала болса да, махаббат болсын, саксесс болсын, қаржы болсын, әркімнің өзінің формуласы. Және біреудікін айтып өткендей копи-паст жасай алмайсың. Рас. Оны әркім өзінің бөлек объекттермен, әркім өзінің бөлек қоятын поинттары бар. Жалпы екеуінің өмірлерін бірдей болып келе жатып, бір формуланы қолдана алмайсың тіпті. Себебі әркімнің өзінің переменная дейді ғой, ауысатын бір бөлігі болады өмірінде. Және сондықтан бір формула әр адамға жұмыс жасамайды. Рас, келсем. Әркімнің өзінің бір өсетін уақыты бар. Кейде тіпті деградацияға ұшырауы да мүмкін. Әркімге қалай да мысалы әсер етуі мүмкін. Рас, келсем. Жалпы енді Седжонға келдің, оқуға түстің, бакалаврды бастадың, қандай сабақтар өтіп жатсың, сол туралы кішкене өзіңе осы жақта оқыған
осы университетте оқыған ұнай ма, білім сапасына көңілің тола ма? Өйткені сен жаңа Еуропаға да эксченджбен барып келдің, иә, академиялық ұтқырлықпен ауысып оқып келдің, салыстыра аласың жалпы, иә. Бірінші өзіңнің осы Седжоннан алған әсерің туралы айтып берсең. Жалпы Седжонда аккредитациясы жақсы, әлемдік стандарттарға сай. Дегенмен маған Кореяда оқудың бір бөлігі, бір өзінің поинты бар, ұнамайтын. Ол теорияның көптігі. Себебі Кореяда теория көп, практика аз. Бізде университетте мысалы маркетинг, менеджмент, солардың теориясын қайталап жаттатқызады. Мысалы биыл маркетинг алдым, келесі жылы маркетинг менеджмент алдым, consumer behavior, тағы бір сервис маркетинг, маркетинг and туризм деген сияқты сабақтарды аласың. Бәрінің базасы бір зат туралы айтады, бірақ сөздерді ауыстырып Қайталап оқыған сияқты боласың, иә. Бір сабақта маркетингтің мына теориясын айтса, екінші сабақта басқа ғалымның маркетинг туралы ойын айтады. Үшінші сабақта үшінші ғалымдың бір затты қайталайды. Циклдың ішінде жүргендей сезінесің. Ал басқа заттарға келетін болсақ, жалпы білім сапасы жақсы, мен көңілім толады оған. Седжонда сабақ саны да ағылшын тіліне көп, бірақ мен өзім бизнеспен шектелгім келмеді. Себебі өзімнің туризммен осы қонақжайлылық дейді ғой, hospitality бэкграундым болғандықтан, және тағы бір маңызды жақ ол Седжон жалпы Кореяда hospitality and tourism management менеджер бойынша бірінші орында. Арасында енді Кенхи кіріп келеді, бірақ қайтадан Седжон. Сондықтан неге екінші менеджер қылып оны алмасқа деген ой келді. Өйтіп ойланбастан өзінің application тапсырып дабл менеджер алдым. Туризм және қонақ үй, да? Яғни жалпы өзінің департамент, hospitality департамент деп аталады, бірақ мен менеджерім ол атауы ұзақ. Ол hospitality and tourism management, food service management, бәрі бірге қосылып кеткен. Вау, күшті. Менің ойымша күшті комбинация жасаған сияқтысың. Иә. Болашақта бір жемісін көресің міндетті түрде. Иә, әрине. Бізде менің ойымша осы подкастта Седжонның промоушн жасап жатқан сияқтымыз, өйткені алдында Мирас та келді, ол да Седжонды бітірді. Сосын оның алдында Аблай да болды, ол да ауысыммен Седжонда оқыды. Иә, бізде Седжонның промоушн болып жатыр. Жалпы мен Кореяда қыздар түсінікті көбісі кей-поп, осы Кореяның культурасына, мәдениетіне бола келеді, бірақ жігіттерге осы сұрақ қоюды ұнатамын. Неліктен Кореяны таңдадың деген. Және Колгейттің рекламасындағыдай 10-нан 9 жігіт ол форс-мажор деп айтады. Мен Кореяға түскім келмеді. Осындай жағдаят болып қалды. Біреуі басқа жақта оқып жатып, карантин болып қалып, Кореяға ауыстым дейді. Біреу оқу ұнамай Кореяға келдім. Басқа біреудің туысқаны Кореяда оқып жатыр. Біреу мен сияқты дедлайнын кешіп қалып Кореяға түсті. Сонымен 10-нан 9 жігіт осылай жауап берген болатын. Иә, есімде біз Қанатбекті де ұмытып кетіппіз. Алғашқы қонақтарымыздың бірі, ол да Седжонда оқыды. Иә, қызық. Жалпы иә, әсіресе енді менің айналамдағы ұлдар, олар енді өздері таңдап түскен. Мысалы Ержанды білесің, қалған балаларды естуім бойынша олар IT саласына қызығып енді кайстқа түседі, мысалы, ол да жақсы. Иә, Сеулдің өзінде оқитын, мысалы Седжон университетінде болсын, менің ойымша иә көбі форс-мажормен түскен сияқты, шынымен де. Иә, қызық, бірақ өкінген адамды көрген жоқ, бәріне ұнады. Иә, себебі Седжонға түсіп әркімнің өзінің жолы пайда болды, әркім өз өмірін өмір сүріп бастады. Себебі сен енді басқа елге кетіп өзің жеке өмірін бастайсың ғой. Яғни сепарация үрдісі жүріп, ата-анаңнан бөлектеніп, басқа үй, басқа орта болғандықтан өз өмірін өзің сүріп және құрастырып бастайсың. Әркім өзінің өмірі болғандықтан ол өзіне өкпелеу ғана керек кейін. Жаңа айтып кеткен фильм Limitless деген. Limitless. Ой, кім ба мынау? Ой, Роберт Де Ниро мен кім ғой? Брэдли Купер ойнайды, да? Иә, сол екеуі. Шексіз? Limitless? Шегі жоқ? Шексіз енді былай тіке аударатын болсақ. Шегі жоқ деуге болсақ, иә. Мен оны алғаш көрген кезінде орыс тілінде көрген болатынмын. Орысша атау басқаша, қателеспесем. Сен фильмдерді орысша бастамамен көресің бе? Көрген едім. Осы шын айтайын, мен ағылшын тілінде қаншалықты өзіме сенімді болғанымен фильм қарауға былай татым бармайтын. Себебі мен фильм қарайтын болсам, мен оны екінші, үшінші планда қараймын. Менде былай айтып өтсе ADHD деген бар ғой. Ол оқу басталғаннан кейін қатты қолдан шығып кетті. Яғни мен фокусымды, зейінімді бір нәрседе ұстай алмаймын. Егер мен максималды аутпут алғым келсе, мен бірнеше әрекетті бір уақытта жасауым керек. Мысалы, сабақ тыңдап жатырмын, арасында мына жақта планшетінде фильм, сериал бір ойлы қарап жатырмын, ол мен телефонымда ойын ойнап жатырмын. Ол үшеуін бірге істемесем, мен әрқайсысын қалып кетемін. Сондықтан маған 2-3 әрекет бірдей жасау керек. Ол кезде мен үшеуінен де жақсы нәтиже аламын. Қызық екен.
мен де мысалы тамақ ішкенде мен ойын ойнаймын, Мгм. сосын ютубтан бір нәрсе тыңдап отырамын, сосын тамақ ішемін. Ол енді базасы шығар. Иә, бір жағынан бар ғой сол ADHD-ді кішкене емдеу керек сияқты бізде, өйткені байқағаным қазіргі мектеп оқушыларында ол қатты белең алып кеткен. Мгм. Сол себепті зейін қою өте қиын. Жалпы бізде мысалы TikTok көп көреміз, ол да өте тез өте шығатын видеолар болғандықтан адамның менің ойымша зейіні өте нашарлап кетті. Коллективті түрде бәріміздің зейініміз өте нашар сияқты. Иә, біз қазір диджитал контент Фастфуд сияқты иә, тұтынып оны жатыр. тұтынбасақ біз шын өмірдегі аутпут жасай алмаймыз деген сияқты. Мысалы қазір кез келген әрекет жасау үшін бізге кем дегенде 2-3 минут скроллинг қажет болады. Иә, андай болады, мысалы қатты жұмыс жасап бір нәрсе оқып сабақ оқып келесің де телефон қарамай жай ғана мысалы парақтап шықпасаң өзіңді демалмаған сияқты сезініп қаласың. Міндетті түрде тіпті күні бойы жұмыс жасап шаршап тұрсың, ұйқы қысады, бірақ өзіме уақыт бөлмеген сияқтымын, неге бүгін скролл жасамадым деген сияқты. Сондағысы, иә. Инстаграмға кіресің, Иә, болмайтын бір көруге, білмеймін оны қалай көруге болады, ондай контент шығады, ананы қарайсың, мен қазір не көрдім деген оймен жатып ұйықтайсың. Сосын ұйқы алдында неше түрлі ойлар келіп бастайды. Мынау неге мынандай болды екен, мынаның шығу тарихы қандай, мынау қай жақта орналасқан деген сұрақтар мазалайды да, оның жауабын білмей ұйықтай алмайсың. Сөйтіп жауабын тапқаннан кейін оның тарихына ығынып кетесің, сөйтіп қазір қиын жағдай. рас. Иә. Зейін менің ойымша нашар адамдарда қазір. Сол үшін мен андай көп экрандық уақытымды азайту мақсатында мен қазір кинотеатрға барып жүрмін. Кинотеатрға барамын. Оңтүстік Кореяда маған ұнайтыны тәуелсіз кинотеатрлардың көптігі, қолжетімдігі. Өйткені Қазақстанда ондай жоқ та, бәрі коммерцияға бағытталған кинотеатрлар болғандықтан бұл жерде бұрын шыққан фильмдерді қоймайды. А бұл жақта келісім болғандықтан және киноиндустрия Қазақстанға қарағанда өте жақсы дамығандықтан қолжетімді бара қоясың. Және ертең Сеулден кеткеннен кейінгі өте қатты сағынатын нәрсе менің ойымша кинотеатрлар болатын сияқты. Иә, сол себепті білмеймін, менің ойымша кинотеатр ол қазір мен көп естідім, TikTok-тан көп көремін. Экрандық уақытымды азайтатын бір іске айналды дейді адамдар. Солай барады. Өйткені үлкен экранға қарайсың, ол көзіңе қатты зиян келтірмейді дейді, телефонға қарағанда деп. Солай қызық. Иә, ол for home how. Себебі мен кинотеатрға барсам, мен фильмді қараймын, параллельно ойын ойнаймын. Мен олай істей алмаймын. Мен олай істемесем, мен не үшін отқанымды түсінбеймін ол жақта. Себебі мен фильмді де қарап жатырмын, бірақ оған бір нәрсе істей алмаймын мен. Ал соңғы көрген фильмің қандай? Соңғы көрген фильм, Кинотеатрға барып көрген фильм. ол Hopper's. Мен де жақында көрдім. Білмеймін, былай аса көңілім толмады оған шығар. Бір жағынан иә, жақсы нәрсені көтерді. Маған ұнады. Сосын Майкл фильм шықты жақында. мен Майклды көрген жоқпын, көруге барамын бұйырса. Devil Wears Prada. Жоқ, мен көрген жоқпын. Мен оны бармаймын, ол маған ұнап тұрған жоқ. Мен бірінші фильм ұнады да, сол әсермен қала бергім келіп тұр. Біз деген Пол Томас Андерсонның Punch Drunk Love деген фильмін көрдік. Ол жерде Адам Сэндлер ойнайды. Қазір осы мамырдың аяғына дейін қазір Пол Томас Андерсонның фильмдерін көрсетіп жатыр, Лайка деген кинотеатрда. Өте күшті. Маған ұнайды, бұл жақта кинотеатрлар өте атмосферасы жайлы, ыңғайлы, өзіңді шынымен кинотеатрдағыдай сезінесің. Иә, сосын залдары қатты үлкен емес та, шағын. Кофеханасы да бар. Мен де Қазақстанда сондай кинотеатр ашқым келеді. Бұйырса. Мақсатына жет. Иә, бұйырса рахмет, иә, солай. Қазақстанда да сондай болса екен деп ойлаймын. Қазір мен блог бастадым ғой, киноға қатысты, TikTok жүріп жатыр. Тфа деп қояйын. Сол жерде адамдар кәдімгідей пікір жазады, адамдар ұрысып та қалды кино үшін. Кәдімгідей жазады да. Киноға қызығатын бізде синефилдар өте көп. Синефил деген киноны көп көретін, сүйіп көретін киноқұмарлар. Олар өте көп екен. Және бізге алаң жетіспей жүр екен. Сосын мен бастағаннан кейін адамдар жазады, өздерінің пікірлерін білдіреді. Кәдімгідей ойлашы, 1-2-3 абзацпен пікір қалдырады. Өте қызық, мен өте қатты қуанып қалдым. Сол себепті иә, қазақ тілді контент қажет болып тұр ғой сондай. Иә. Бастап кеттім да. Қазір сол үшін мен кинотеатрға көп баруға тырысамын, кино көп көруге тырысамын. Бұрыннан ұнайтын. Сені қатты күлдірткен фильм бар ма? Қатты күлдірткен, ойланбастан былай кенеттен ойыма келмеді ше. Сосын тағы бір сұрақ, сені жылатқан кино. Жылатқан киноны айта аламын, жақын уақытта болған. Себебі мен үшін жалпы осы кино сферасында орыс тілінде тақырып бар, отцы и дети деген. Жалпы ата ана мен бала шаға деген тақырып. Ол мен үшін білмеймін неге екенін ауыр тиеді. Мысалы, соңғы рет жылатқан кино ол Ыстық ұя болған. Дорама ма? Жоқ, қазақи фильм. Мен Дариға Бадықова ойнаған, актерлардың есімдері есімде емес. Ыстық ұя деген кино. Ол жақында шықты ма? Мен оны қыста көрдім ғой деймін. Сол уақытта шықты. Және тағы бір фильм, ол Пейш.
Қырғыздардың түсірген фильмі ма? Пейш 2 шықты жақында. Жалпы былай жылатты деп айта алмаймын, бірақ ол да былай көңіліме тиді. Қазақ киноларының ішінде менің ойымша мен жақында көргенім «Жаным, сен сенбейсің» деген. Ең сүйікті актерім бар Қазақстанда, Данияр Алшынов. Маған қатты ұнайды. Сол Голиаф деген фильм шықты, соны көргім келеді. Қап-қара адам деген бар, соны да көргім келеді. Жалпы кеңестік ортада түсірілген фильмдер де өте әдемі. Бірақ мен сен айтқан фильмдерді көрмеппін. Данияр Алшыновтың дауысы керемет, иә? Иә, мен оны шын өмірде көргем, ой қандай күшті. Маған қатты ұнады. Бірақ актерлық шеберлігі өте жақсы, және жақында осы Голиаф үшін бе әлде қап-қара адам үшін бе олар фестивальге барып келді. Фестивальге өтті, және Қазақстанда фестивальдық фильмдердің, көркем фильмдердің көбейсе екен деген бір үмітім бар. Жақсы көтеріліп келе жатқан сияқты сол жағынан. Коммерциялық фильмдер де жақсы шығып жатыр, көркем фильмдер де бар. «Бауырына салу» деген фильмді көргім келеді. «Бауыр» деген фильм бар. Бізде осындай тақырыптарды қатты көтеретін сияқты, отбасыға қатысты. Қазір жақын уақытта ол өте былай халық арасында танымал тақырып болып кетті ғой. Сондықтан олар біздің қазақи осы фильм индустриясының адамдары бір тақырып өтіп жатса, бәрін максимум сорып алғысы келеді. Бәрі соны түсіріп кетеді ғой. Бірінші комедия болды, қанша жыл комедия. Қазір осы тақырып, ата-ана, бала-шаға, соны түсіріп жатыр. Тағы бір өздерінің тақырыптары бар, соны түсіреді. Дисклеймер, менің және Шахсұлтанның кино индустрияға ешқандай қатысымыз жоқ. Біз жай ғана көрермен ретінде өз пікірімізді білдіріп жатырмыз. Мен Коре университетінің кітапханасын молынан пайдалануға тырысып жатырмын. Киноға қатысты, фильмдерге қатысты кітаптар өте көп, күшті кітаптар. Астыға белгілеп кетермін. Қалай кино көруге болады деген кітаптар бар. Сосын қазіргі сандық неде, әлемде қалай киносыншы болуға болады деп, өте қызық, күшті кітаптар тауып, міндетті түрде бөлісіп кетемін. Соңғы сұрақ. Өзіңнің all time сүйікті киноң қандай? Қандай? Кәдімгі ең сүйікті деген ба? Өте қиын сұрақ. Өйткені қазір мен Letterboxd'тағы 4 өзімнің сүйікті фильмді айта аламын. Бірақ менде сүйікті фильм деген бір ғана фильмді маған айту ол өте қиын. Өйткені сүйікті режиссердің фильмдері бар, сүйікті классикалық фильмдер бар, сүйікті комедиялық фильмдер бар. Кейде мысалы андай болады ғой, коммерциялық фильм болуы мүмкін. Сол, ал бұл сұраққа жауап беру өте қиын. Сол себепті қазір Letterboxd'тағы 4 жақсы көретін фильмді айтайын. Ол біріншісі Sentimental Value, Йоаким Триер түсірген норвегиялық фильм, жақында Оскар сыйлығын алды. Екіншісі The Holdovers, қалып қойғандар деп аталады. Енді кішкене өлген ақындар қоғамына ұқсас атмосферасы, ол да күшті. Келесі Dark Academy ма? Dark Academy ма? Жоқ, Dark Academy емес, кішкене Dead Poets Society, бірақ ол Dark Academy емес қой. Емес бол, мен сол ойлап жүрсем, ұқсайды вайптары ше. Вайптар кішкене келетін шығар, бірақ қатты емес. Мейлі. Knives Out көрдің ба? Мен соны сұрайын деп едім. Мен жақында сен сол постын көріп қалдым. Қалай Knives Out фильмі? Ұнады, мен оны миллион рет көрдім. Шыға салысымен көрдім, Netflixқа шықты, соны көрдім. Содан кейін шыққалы бері мен 6-7 рет көрген шығармын. Достарыммен мысалы кино көрген кезде, не көреміз деген кезде, мен ұнаған киноны қайталап көре беремін. Мен Knives Out'тың екінші бөлімі шықты ғой деймін, иә? Екінші бөлім онша емес. Мүлдем көңіліме шыққан жоқ. Мен біріншісін көрген жоқпын. Мен Netflix аштым, Knives Out деген шықты. Ұзақ уақыт көремін деп жүргенмін ғой. Сөйтіп осы ұшақпен ұшатын кезде Кореяға жүктеп алғам iPad'ыма. Сөйтіп құлаққабын тағып, анау фильмді қосып едім. Білмеймін, мен 3 сағатта не көргенімді түсінген жоқпын ана жақта ше. Түсініксіз не болып жатқанын түсінбеймін. Мен қойып болмайды екен мынау дедім, өшіріп тастадым. Біріншісі ғана ұнайды, мен соны жақсы көремін. Екіншісін көрдім, маған ұнаған жоқ. Үшіншісі бар, ол Джош О'Коннормен түскен, краш десін, Джош О'Коннор. Бірақ ол фильмде жақсы, бәрібір бірінші фильм кетпейді. Нағыз күзде көретін фильм. Сосын төртінші фильм менде The Perks of Being a Wallflower, ұяң болғанның жақсы жақтары деген ғой. Ұялшақ болғанның жақсы жақтары. Ұяң болғанның жақсы жақтары деген фильм. Чебовский өзінің кітабының желісімен түсірілген фильм. Өте ауыр фильм. Содан кейін Тимоти Шаламе ойнаған фильм бар, Beautiful Boy, Стив Кареллмен ойнайды. Ол кісі офисте ойнағандықтан комедиялық амплуасымен қалып кетті. Әрі Тимоти да театралды актер болғандықтан ол андай көп қатысымады. Сол кезден бастап маған ол ұнай бастады. Болашақта ол Оскарды алатынына ешқандай күмәнім жоқ. Шалынып қалғаны болмаса. Сен өзіңе ұнайтын фильм бар ма? Бар, ол Фрэнсис Форд Копполаның түсірген The Godfather фильмі. Қалай аударуға болады оны? Кіндік әке бола ма? Өкіл әке. Жалпы мен ойымша ол керемет фильм. Себебі ол кітап бойынша түсірілген болатын. Марио Пьюзоның бір атты The Godfather деген кітабы бар. Сол маған өте қатты ұнады. Атмосферасы, жалпы болып жатқан жағдайлар
актерлардың ойнап шыққаны бәрі керемет болды деп ойлаймын. Аль Пачино, кейін Роберт Де Ниро, олардың енді ойнағандары бөлек болды. Капполалар дейсің да. Аль Пачиноны ол фильмге алғысы келмеген. Неге? Себебі актер ретінде Аль Пачино өзі енді бастап жатқан карьерасын. Оны бұл фильмге алғысы келмей, шеберлігіне сенімсіз болды олар. Сөйтіп Аль Пачино өзі импровизация жасап бір сценаны ойнап шықты. Ана жақта енді оның көзбен ойнағанына режиссер, продюсер бәрі сынып алды ақыры фильмге. Токсик маскулиндікті көрсететін фильм дейсің да. Әрине. Негізі Капполалар, София Каппола бар, иә, ол да режиссер. Сосын Николас Кейдж танисың ба, иә, ол да сол Каппола екен негізі. Оның фамилиясы бірақ Кейдж қылып ауыстырып қойған. Кейдж жақында өрмекші адам түскен актер ма? Ghost Rider ойнайтын еді ол, иә? Иә, Стартрек емес, бір неге машина айдауға қатысты, иә. Иә. Сол қазір өрмекші адам болып фильм емес, ол қателеспесем сериал болды. Өрмекші адам нуар деген. Нуар ма? Иә. Келеді, иә, соған соның амплуасына. Білмеймін, менің ойымша ол сол Ghost Rider ретінде қалып қойған дұрыс болды. Бірақ негізі Николас Кейдж өзі өмірде қанша герой ойнап шығатын болса, бәрі ойнап шыққан сияқты. Себебі ол Бэтмен да болды, Супермен де болды, Ghost Rider да болды, міне қазір енді өрмекші адам болып жатыр. Бәрін көрді дейсің. Бәрін көрді. DC-ді, Marvel-ды бәрін көріп шықты. Қызық. Иә, Капполалар жалпы өздері шебер деуге болады өзі. Иә. Непо бэбилер ғой бәрі. Непо бэбилер, иә. Непотизм. Қазақстанда да негізі непотизм бар ғой. Қатты ғой, непотизм. Қатты енді, ол мойындау керек. Көке, бәке, сәкеннің бәрі непотизм ғой, былай қарасаң. Иә, мен ол поинтым бар. Ол жағы кейін айтып өтсек те болады. Иә. Кино. Сен күлдірткен фильм бар ма сонымен? Мені күлдірткен фильм ол White Chicks. Ол фильм қазір шықса, мен ойымша неден цензурадан өтпей қалады, және cancel мәдениет болғандықтан қалып кететін сияқты ол. Өтпей қалады. Бірақ бұрында шықты, 2000 жылдар шыққан не ғой фильм. Маған қатты ұнайды. Жалпы ана фильм бар ғой, Диктатор деген. Диктатор маған білген кезінде алғаш көрген кезде өткен, қатты өтті анау. Боратта ойнаған актер ойнайды ма? Әзілдерін білмеймін. 11 қыркүйек туралы әзілдері, кейін ұшақта кетіп баратып та арабша сөйлеген кездері маған алғаш көрген кезімде қатты былай күлдірткен болатын. Қара әзіл дейсің бе? Қара әзіл, иә. Қызық негізі. Киноны қызығады екенсің ғой. Мен өзім киноман деп айтпас едім өзімді. Мен бірақ сериалды көп қарамаймын. Қазір білмеймін, соңғы кездері Suits бастадым. Күшті. Бірақ сериалға көріп маған кей-драма немесе аниме өтеді көбірек. Себебі оларда андай несі жоқ та, қатты мағынасы жоқ көретін кезде. Өмір онсыз да өзінің қиындықтары бар да, ал бұл жерде кішкене демалып, миыңды қатты ойландырғың келмейді да өзің. Ойланғың келмеген соң жай ғана бір демалатын. Басқа бір зат істеп жатып көретін. Қатты миды қозғалтпайтын. Бірақ дорама туралы айтуға болады. Аниме туралы айтпас едім. Мен көбінесе аниме фанмын, өзімді отаку деп айтатын едім. Себебі 2020 жылы өзіме бұл индустрияны ашқан болатынмын. Карантин басталды, нон-стоп күні-түні көретін. Күндіз сабаққа кіресің, Zoom, микрофон өшіріп қойып, анимені көріп жатасың, түнімен көресің. 12 сериалға анимелерді шын бір күнде ғой. Кетеді. Білмеймін, қазір ондай күшім жоқ ше. Баяғыдай қарай алмаймын. Ол кезде бәрін үлгеретінмін. Күніне 2-3 аниме бітіріп тастайтын кездер болатын. Бұрында мен есімде бакалаврда көп көретін фильмдерді, қазір ондай көру қиын. Сол зейін нашарлап кеткен. Одан кейін ересек өмірге ауысқандықтан басқа шаруаларыңды істейсің, олай кино көріп отыратын қатты уақыт бола бермейді. Сен бір семестр ауысыммен Германияда оқып келдің, Мюнхен қаласында. Қандай университетте оқып кеткенді айта аласың ба? Мен жалпы Германияда болған кезімде 2 университеттің арасында жүрдім. Біріншісі Мюнхендегі Technical University of Munich, TUM, ал екіншісі ол Аусбург қаласында Technische Hochschule Augsburg деген, яғни Аусбургтың техникалық университеті, бірақ толық атауы Technical University of Augsburg of Applied Sciences. Сондай. Жалпы Германияда маған ұнағаны, олар да теорияны өтеді, бірақ оларда фокус практикаға да бар. Олардың арнайы бөлек семестрлері практика болады, жұмыс жасау міндетті. Олар оқу аяқтағаннан кейін жұмыс тәжірибесімен аяқтайды. Олардың тіпті универлердің түрлері де бар.
біреуі жай біздікіндей қарапайым университет, бәрін бірге оқытатын. Екіншісі арнайы тек теорияны оқытатын университеттер бар. Үшіншісі ол хохшуле деп аталады, яғни ол таза практикамен оқисың ол жақта. Техникалық Жоқ, техникалық емес. Техникалық бар, өзінің қарапайым университет бар, және осы хохшуле деген ол таза практикаға мән береді, яғни сен ол жақта жұмыс істейсің. Бірақ әрине ой келеді ғой, егер ондай университетте оқитын болсаң, кейін жұмысқа тұратын кезде неліктен тек соларды алмайды деген сияқты. Ол Германияның өзінің заңы бар, яғни сен қай университетте оқысаң да сен құқығың бар жұмысқа тұруға. Яғни кейбір жұмыс орындары тек практикасы бар адамдарды қабылдайды, кейбіреулер теориямен адамдарды қабылдайды. Сондықтан қай университетте оқысаң да сен өз орның табылады. Алдын айтып өткендей, жалпы Азияда коллектив майндсет болады. Майндсет, яғни әр адам басқа адаммен байланысты, жалпы бір ой болады қоғамда, бір тренд. Егер біреу мынаны кисе, бәрі соны киіп бастайды, ол жалпы бүкіл нацияның тренді болып кетеді. Ал Еуропада көбіне ол индивидуализм, яғни өзіңді көрсету. Егер сен Кореяда мысалы жылдамдық мәдениеті ғой, Кореяның темпімен өмір сүруге тиістісің, себебі басқалай сен бұл жақта өмір сүре алмайсың. Бәрі жылдам, бәрі тез, бәрі ыңғайлы. Ал Еуропада work-life balance баяу. Өте баяу. Кореяға қарағанда қайда баяу, себебі бұл жақтағыдай ыңғайлылық жоқ. Сол бұл жақта магазиндер, былай дүкендер 24 сағат жұмыс істесе, ол жақта кешкі 8-ге жабылады. Барлығы жабылады, ол тым таппайсың. Жалғыз табу мүмкіндігі ол заправка бар. Түсінікті. Бірақ оған жетсем дегенше енді біраз жүру керек. Одан үйде жатып ұйықтай салған тыныш. Сол сияқты оларда work-life balance, олар Германияда жексенбі күні жұмыс жасамайды, ешнәрсе жұмыс жасамайды. Супермаркетта, кинотеатрда адамдар да барлық тынығады. Мен сол кезде сұрадым неміс бадимнан, неге ондай деп. Себебі жексенбі күні адамдар демалу керек қой. Біз үйреніп қалғанбыз демалыс күндері қалаға шығып қайту, кино көру, ойнап қайту деген сияқты. Ол сендер не істейсіңдер десем, біз тынығамыз дейді. Қалай үйде отырамыз дейді. Ал бұлай адамдар сонда не істемей ма десем, бәрі демалғысы келеді ғой дейді. Ал сонда сен бүйтіп тынығып жүрсің, бір басқалар жұмыс жасайды ғой. Кинотеатрда мысалы оларшы. Сондықтан бүкіл нация демалу керек деген ой айтты. Білмеймін, ол енді әркімге әрқалай қызыға қоймадым бұл тақырыпқа. Иә, негізі қалай контраст сол ғой. Кореяда кейбірде мысалы үлкен сауда орталықтары, олар мысалы бір айдың соңғы сәрсенбісінде олар демалады, олар жұмыс істемейді, өйткені кішкентай бизнес өкілдеріне көмек беру мақсатында, олардың да саудасы жүру мақсатында солай жауып қояды. Бірақ дәл мынадай әр жексенбі сайын барлық нәрсе жабылады деген бізде жоқ болғандықтан кішкене менің ойымша сол жағы кішкене қиындау болады сияқты. Мысалы оңтүстік Кореяда купаң бар, рақат тамаққа тапсырыс бере қоясың, немесе азық-түлікке де тапсырыс бере саласың, таңертең келеді, өте жайлы да. Сол жағынан менің ойымша қатты қиналатын сияқты. Мен де өзім ойладым, егер Еуропаға оқуға кетсем, немесе жұмыс жасайтын болсам, ол жақта осы жайлылық болмайтын сияқты ол жақта деген. Корея жылдамдық мәдениеті болғандықтан сен кейін оқу аяқтағаннан кейін жұмысқа тұрасың ғой Кореяда, қорқасың. Мен орныма басқа біреуді алып қою мүмкін деген сияқты. Сен өзінен мықты біреу табылып қалар деген ой болады. Әрдайым осы стресспен жүресің, демалыс күндері аз, сонымен өзін жеп бастайсың. Ал Еуропада тұрақтылық, яғни сен жұмысқа тұрдың ба, қатты overworking жоқ ол жақта. Сондықтан уайымдамай өз жұмысын істеп, тыныш жүре бере аласың. Өмірін сүре бересің. Себебі қорықпайсың, жұмысын алып қояды дегендей. Рас. Еуропаның елдерінде саяхаттадың, cultural shock туралы айтуға қалай қарайсың? Мысалы Азияда да болған кезде бәлкім енді өзің айтып өткенде сен Кореяға келуді жоспарлаған жоқсың, әрі оның мәдениетіне қатты қызыққан жоқсың, Сол себепті білмей келсең, менің ойымша сенің таңғалу ықтималдығы жоғары болады. Сол туралы айтып кетсең. Жалпы мен қатты өкінемін, 6-7 сыныптарда сыныбымдағы қыздарға тиіскен болатынмын. Кореяда не бар, не қыласыңдар оларды, ой BTS-ке тұрмысқа шықпайсың сен деген сияқты ауыр сөздер айтқан болатынмын. Кім білген былай 11 жыл аяқтап болғаннан кейін Кореяға келетінімді. I'm not cute anymore деп бірге ән айтып жүретінді де. Кім білген ондай болатын. Cultural shock болды. Мен әкемнің сөздерінен кейін негізі өзім реsearch жасамаған ғой мүлдем. Корея дамыған, былай қатты ағылшын тілінде сөйлей алатын деген мемлекетте болғанмын. Кореяға келдім. Бірінші ол аэропорт өткеннен кейін такси. Біз таксиге отырдық. Таксистке түсіндіре алмаймын ғой. Кәрісше сөйлеп жатыр, мен кәрісше түсінбеймін. Бірінші ашқан application какао такси еді. Какао таксиде бәрі кәрісше. Дым түсінбеймін. Ана жақта әкем тұр қасымда, маған ұрсып. Нақ түсінбейсің, анау жас емессің ба деген сияқты. Мен әйтеуір бәріміз стресс жасап,
әкеммен келдік. Ол кезде Тандемонда бір қонақ үйге тұрғанбыз. Ол кезде мен дым білмеймін, Airbnb жайлы білмеймін. Booking ашқам, арзан пәтерлердің біреуін таңдадым. Сонымен ана жақта қанша 10 шаршы метр шығар екеумізге. Масқара болды. Сөйтіп шықтық, көшеде жүрдік, арыладық. Ешкім ағылшынша түсінбеймін не болып жатқанын. Бірақ өзім мәзмін. Анау конвениенс сторға кірем, аниме көріп алғам ғой, той болғам. Ана кимбаптарды көрем үшбұрышта. Анигири деген сияқты ой кетеді да, анау бірінші Корея алған затым сол кимбап болған. Сонымен мәзмін. Жалпы cultural шок ретінде кәрістердің осы ағылшын тілін, кәрістер арасында аса қатты дамымағандығы. Олар білсе де кәріс тілінде сөйлегенді дұрыс деп санайды, себебі өз елінде жүр ғой. Неге бөтен адамға жайлы орта жасап беруім керек деген сияқты, иә. Өйткені ол өзінің комфортынан шығады ғой, әрине ағылшынша сөйлеу үшін. Иә, рас менде корейше көбірек сөйлейді. Бірақ қай жерге барсаң да меніңше сол елдің тілінде сөйлеуге тырысасың ғой. Иә. Өте қызық екен, өйткені мен тілді біліп келгендіктен менде ондай қатты қиындық болған жоқ. Өзіме айтатын тұрғын, әрине уайымдайсың ғой, қорқыныш болады, үрей болады. Өзіме айтатын тұрғын, так, сен ағылшынша білесің, корейше білесің, болмай бара жатса ағылшынша түсіндіреміз деген сияқты. бірақ ең үлкен дизаппойнтменті ол Кореядағы ішу мәдениеті. Себебі мен Еуропадан бас тарттым, ол жақта адамдар ішеді деп. Кореяға келдім, жоқ ол жақта ішпейтін шығар, ондай қаттанбаған шығар деген сияқты. Ол ең үлкен қателігім сол болды. Бірінші күні көшеге кетіп бара жатырмын, бәрі мас, бәрі ішіп жатыр. Қателеспеймін, мен жұма күні келдім ғой деймін, как раз сол жұма күні адам көп, масқара, ана айта алмаймын енді. Вот жұма деп аталады ол. Иә, сол кезде қатты былай, Фульгім. иә, қатты шок болдым. Вот сол былай басты cultural шоктарым Кореядағы. Ал Еуропада 4 айдың ішінде 14 мемлекетті көріп шықтым. Оның арасында 22 қала. Бәрінде Санап дайындап келдің бе? иә, шатас қалмас үшін. Бәрінде енді байқаған мәселе ол ерте жабылып қалатындығы. Әр нәрсенің маған жетпеді ол Еуропада. Андай болды ма, сен мысалы сен Шымкенттенсің ғой енді, қалай пысықсың. Сол себепті андай пысық адамның ойлауына сәйкес сен ойлайсың, мына жерде бизнес жасауға болады, ақша жасауға болады, неғып жабылып қалдыңдар деп ойлаған шығарсың. Сол сияқты неге ақша жасамасқа деген сұрақ қоясың. Неге істемейсің, неге мін соңғы неге адамды қабылдай салмайсың деген сияқты ой келеді да. Мен жұмыс уақытым бітті дейді олар. Болды, сонымен тоқтайды. Мәссаған деген оймен кетесің. Қазақстанның өзінде былай аса 24 сағат жұмыс істейтін дүкендер көп болмаса да олар бар ғой. Былай мен мүлдем кездестірмедім. Және Кореяда адамдар көп. Адам саны енді өте көп болғандықтан бұл жақтағы тіпті қабат үйлер and houses дейді ғой, құмырсқа үйлері. Еуропада ондай жоқ. Үйлеу сияқты да. Ол жақта бәрі қарапайым жер үйлер, былай қабат үйлер жоқ. Бар, бірақ ондай көп емес. Және көшеге кетіп бара жатсаң адам саны ондай көп емес. Ешкім кездестірмедім көшеде. Сондай моменттер болды, ойламасын. Мына қала тіпті тірі ма деген сияқты. Көшіп кеткен жоқ па бәрі? Иә, не болып жатыр деп. Және Германияда таңғалдырғаны ол түріктердің саны. Иә, түріктер өте көп. Түріктер өте көп енді. Жалпы түріктер Еуропада қазір көп, және олар баяғыдан қалып қойғандар. Олар түрік деп айта алмаймын, олар атау түрік болғанмен неміс болып кеткен. Иә. Бірақ енді Германияда түрік тілін білсең, өмір сүру қайда оңай болады. Себебі түріктер саған бүкіл жағдай жасап береді. Документтерінен бастап жұмысқа тұрғызғаннан дейін. Бірақ неміс тілінде білген жөн. Мен шын айтамын, кәріс тілін былай меңгере алмадым. Уже 3-ші жылым өтті. 3 жылда мен кәріс тілін былай оқуға деген ынтам ашылмады. Неге? Не себеп болған? Себебі мен басымда барьер тұрған сияқты. Кореяда қалмаймын, мен не қыламын ол тілді деген сияқты. Білмеймін, сол шығар, бірақ кәріс тілін былай қанша тырыссам да белгілі бір нәрсе блоктап тұрды. Бірақ Германия барғаннан кейін, неміс тілін қазір кәріс тіліне қарағанда қайта жақсы білемін деп айта аламын. Неге ондай болғанын түсінбедім, бірақ солай болды. Бәлкім сен басында айттың ғой, қатты мен сенген жоқпын деген. Мысалы, басында қыздар жаңағыдай корей тілін үйреніп жатыр, корей мәдениетіне қызығады. Кішкене бір таптаурын ойлар бар сияқты Кореяға қатысты ұлдардың арасында. Мүмкін. Бәлкім сол да әсер етіп жатқан шығар. Бірақ мен өзім ойлаймын, қыздар мен жігіттер салыстырған кезде олар қыздар әлдеқайда флексибл. Эмоционалды интеллект жоғары ғой, кімге қарасаң да. Сол себепті ойлаймын, тез бейімделіп үйреніп кетеді. Ұлдарға сәл қиындау болуы мүмкін. Бірақ әрине ол адамның өзіне байланысты. Иә. Жалпы осы exchange туралы айтатын болсақ, ол жай саяхат емес. Негізі exchange керек деп санаймын оқу барысында. Себебі сен өзіңнің көкжиегіңді кеңейтесің. Басқа елге шығып, олардың мәдениетін көресің, өмірін, қалай оларда барлығы. Солай сен кең ойлап бастайсың. Жалпы Қазақстанда немесе басқа бір
елде оқып жатып сол мемлекеттің сол елдің мәдениетіне тұрақталып қаласың. Ал эксченж саған ол ортадан шығуға көмектеседі. Сен шығып бір семестр тынығып басқа мәдениет көріп ұнай ма ұнамай ма сезініп жаңа ойлар туа бастайды ойың басында. Сол сияқты менің ойымша environment өзгертіп тұру керек секілді. Себебі бір environmentта қайта өмір сүре беру ол сені бір жолда ғана ұстап қалатын сияқты. бір бағытта жүре беретін сияқтысың ба? Иә, расымен де эксченж ауысыммен бару ол жақсы деп ойлаймын. Мен де айналамда бакалаврда оқитын құрбыларым көп, кубайлар көп, олардың бәріне де айтатын сол міндетті түрде ауысыммен барып келу мүмкіндігі болса міндетті түрде барып келіңдер, өйткені қашан осындай мүмкіндік туады, иә? Сен Азияда бола тұра Европаның бір елінде тұрып қайтуға мүмкіндік кез келген уақытта туа бермейді. Сол себепті пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Иә, кім бізді тыңдап отыр, міндетті түрде эксченжбен бір жаққа барып қайтыңыздар. Тіпті Қазақстанда оқысаңыз да, Қазақстанда өте көп ондай мүмкіндік, академиялық ұтқырлық деп аталады. Сонымен Қазақстанның университетінен барып келуге болады. Бірақ ол жерде бір кемшілігі, әрине бізде енді Қазақстанда көбі грантта оқығандықтан стипендияны алады, иә. Сол себепті ол жерде тек қана оқу ақысын ғана көтереді, бірақ стипендия болмайтын сияқты ары қарай. Болады. Ары қарай өзің көтеруің керек дейді, иә. Жоқ, мен бізде Евразия ұлттық университетінде сондай болды. Мысалы менің досым КБТУ-да оқыған, ол Кореяға келді оқуға. Ол Кореяда ол грант оқып жатыр, негізі КБТУ-да оқыған. Кореяға келген кезде оқуында төледі, университет және стипендиясына беріп тұрды. Университеттің саясатына байланысты сияқты менің ойымша. Өйткені Евразия ұлттық университеті әрдайым бізге қалтамыз көтермейді деген әңгімені көп айтатын. Және Erasmus Mundus деген жоба бар, Erasmus Plus. Ол толықтай бәрін көтеріп береді. Сенің ұшу билеттеріңді де, тұратын орынды да және оқу ақысын бәрін толықтай көтереді. Онымен қоса стипендия беріп тұрады ай сайын. Сен сонда қандай бағдарламамен барып келдің? Erasmuспен? Erasmuспен барғым келді, бірақ Erasmus Кореяда жүрмейді. Мен жалпы өз универімнің бағдарламасымен бардым. Tuition fee, универ оқу ақысын Сычуанға төледім. Бірақ жалпы өмір сүру, тұру, оның барлығын Германияда университетке төледім. Яғни жазақхана сол жақта, оған бөлек ақша шығардым, және өзім өмір сүргенім, былай жүріп тұрғаныма біраз ақша кетіп қалды. Сондықтан жалпы эксченжге бару ол шетелге қашу емес, жалпы эксченжге бару ол өзіңе басқа перспектива, басқа көзқарас беру деп санаймын. Сондықтан эксченжге барыңдар, өздерінің мүмкіндіктерің бар болса, оны толықтай қолданып қалыңдар, себебі ертең өкінесіңдер неге бармадым дегенде. Рас. Сол менде бір үлкен андай айтатын ойым да сол, өкінбей өмір сүру үшін де беріп тұрған мүмкіндікті пайдалану керек деп. Рас. Солай. Рахмет көп ойыңа. Бізде фестивальдар уақыт өтті. Оңтүстік Кореяда. Қалай өтті сендерде фестиваль? Керемет өтті, жылдағыдай әрине. Фестиваль біткеннен кейін ойланасың, неге жыл сайын ондай болмайды деген сияқты. Жыл бойы. Яғни тамақтың өзінің бустары, ол тамақпен кеп, неше түрлі тамақ көресің, ана жақта енді ақша кетеді. Неге жыл бойы ондай болмайды деген ой келеді басына. Себебі күнде жейтін тамағың, баратын жерлерің бірдей, одан шаршайсың, ал былай жаңа зат келеді. Түрлендіресің. Иә, өзіңді былай жабай сезініп кетесің кейде. Және биыл бізге универге сай келді. Серафим, тағы бірнеше артистер. Жалпы жылдағыдай біздің университет көптен кем емес. Жақсы, өзінің артистер бағдарламасын жасайды. Жалғыз өкінетін нәрсе ол біздегі стадионның жоқтығы. Бізде барлығы далада өтеді, өзіміздің поляда. Ол поляны бадминтон, ол поляны бейсболға, кейін крикет ойнауға қолданады белгілі бір жұрттар. Ана жақта мыңдаған адамды сыйдыру қиын. Бізде бірінші күні жаңбыр жауды, ал анау алаңды елестетіп көр енді. Алаң құм, топырақ, ананың бәрі лай болды. Мен аяғыма крокс аяқ киім киіп барғанмын. Оған шүкір еттім, себебі аяғым аквариум болды ана жақташы. Тек балық жетіспеді. Нема, резинка етік алған жоқсыңдар ма? Жоқ, оған уақыт болған жоқ. Тұрамыз дегенше, жетеміз дегенше ана жаққа бір сағат өтіп кетті. Лайында тұрып, сөйтіп бардық, жаңбыр жауып жатыр. Қолшатырмен кіруге болмайды. Иә, рас. Сонымен бөлек барып сатып алдық киімін арнайы жаңбырға. Оны таппайсың ғой. Бәрі сатып алады ғой енді. Мен Тайсоға бардым, Тайсода енді солдаут болды. Тайсода басқа бір жігітті көріп қалдым, екеуміз барып көрші маркеттерге кіріп шықтық. Ол жақта да жоқ қой. Солда аут дейді. Сөйтіп бір кішігірім маркеттен тауып алдық, 3 жарым болған жақсы киім. Оны киіп алып тұрдық ана жақта, енді масқара адам деген көп, барлығы сонда киіп алған. Айтады ғой, золотая лихорадка кезінде сен күрек сатуың керек деп. Сол сияқты бір апа болды, очередьте тұрған кезде, қатарда тұрған кезде өзі тізіліп 300 метрге дейін тізіліп қалған шығармыз ана жақта. Масқара енді. Бір апа жүрді, жаңбыр киімін сатып,
біз оны 3,5 мыңға алсақ, дайсода 5 мың сатады, 3 мыңға 5 мыңға, мына апам 10 мыңға сатты ғой басқаларға. бизнес дейсің. Негізі ажумалар, әжейлер, апайлар олар күшті бизнес жасайды ана жерге. Бізде фестиваль болған сайын солай тұрады. Иә, сол фестиваль кезінде осылай бизнестарын жүргізеді. Жалпы қызық қой. Негізі менің ойымша оңтүстік Кореяда студенттік өмірдің ерекшелігі де сол. Неге студенттер көп қызығады осы елге түсуге? Өйткені студенттік өмір қанық өтеді. Мысалы, жарқын өтеді, рас қой. Фестивальдар болады осылай, түрлі кездесулер ұйымдастырады. Қарасаң, кампусқа көзің түсіп қалса бір нәрсе өтеді әйтеуір, бір нәрсе болып жатады әйтеуір, бір тыныш емес мысалы. Сол себепті сол жағынан ұнайды. Жалпы Кореяда баратын жер көп қой, студенттерге әсіресе. Студенттердің өзінің дискаунттары болады, біраз жерге барасың, көресің. Ал Еуропада мүмкіндік болған жоқ. Тыныш дейсің де бәрі. Сабақ аяқталады, үйге қайтасың. Себебі 8-ден кейін баратын жер ол тек пабтар мен клубтар, барлар. Ондай жерге мен құмар емеспін баруға. Мен ондай емеспін деші. Грин флагпын. Сөйтіп үйде отырасың, ата-анаңмен сөйлесесің, достарыңмен сөйлесесің. Олардың бәрі шаршап болғаннан кейін сенен фильм қарап бастайсың. Еуропада менде аттенденс болған жоқ сабаққа баратын кезде. Сондықтан мен ерігіп кейде ұйқымды қимай сабаққа бармай қойған кездерім де болды. Ондай кездер көп болды. Ұят болса айтайын, мен бір сабаққа 2-ші аптадан бері барған жоқпын. Және сол сабақта фейл алдым. Себебі Еуропада мен оқыған университеттерінде баға толықтай сенің файналыңа байланысты. Яғни сен файналыңды қалай жазасың, сол бағаны қойып береді. Мидка деген жоқ, midterm exam. Аттенденске қаралмайды, кейін үй жұмысы жоқ. Яғни Кореяда сен итермелесе оқуға бәрін осылай оқу керек деп аттенденс бәріне итермелейді сабаққа баруға. Ал Еуропа керісінше сен өзіңе байланысты. Оқисың ба, оқыдың, оқымайсың ба, қалып қойдың деген секілді. Саған ғой керегі деген сияқты. Сол сияқты бір сабақтан фейл болды менде. Себебі бармай қойдым. Ол қайтадан бірақ өзім сенімді болдым. Ол International Economics 2 деген сабақ. Мен оған дайындалдым. Мен әдетім бар, емтиханға бір күн қалған кезде дайындалатынмын. 16 апталық материалды қарап шықтым. Өзім сенімді болдым. Барып тапсырдым. Жазып шыққандай болдым бәрін. Бірақ фейл деген баға қойып қойды. Сол кезде қатты көңілім түсіп кетті. Себебі ол жақта пас алу үшін, менде пас фейл болды. GPA-ме мүлдем әсер еткен жоқ. Ол пас алу үшін кем дегенде 50% жинау керек. Мен 50-ге жетпей қалдым деген сөз ол. Неге ондай болғанын түсінбедім, бірақ өтіп кетті. Сондықтан дым істей алмаймын. Қайта мен өзім study focus ағам. Қарапайым сабақтар ол жақта қателеспесем 12 кредит па, 15 кредит па сондай береді. Ал study focus 2 есе көбірек. Яғни 30 кредит па берді. Нақты сан есімде емес. Ол былай ауысқан кезде қарапайым сабақтар маған 3 кредит болып ауысады Кореяға. Ал study focus'ым 3 кредит болып ауысатын шығар деген ойым болды. Бірақ маған 7 кредит берді. Сондықтан мен анау фейлым дым әсер еткен жоқ. Онымен қатар мен өзім алғашқы семестр маған 16 кредит алдым, одан кейінгі семестрлер 18-19 алдым. Мен білдім экшенжге барған кезде форс-мажор болады. Мен экшенжге демалғым келеді деген ойым болды да, көбірек кредит алғам. Және сол шешім дұрыс болды. Егер мүмкіндіктерім бар болса, бастапқы семестрлер көбірек кредит алуға тырысыңдар, себебі ары қарай жұмыс жасаулары мүмкін, немесе демалғыларың келуі мүмкін. Сол кезде азырақ кредит алып тынығасыңдар. Рас. Шынымен де бастапқы семестр адаптация болған кезде, сол кезде бірге қиналып, жаңа бүкіл сабақты алып алған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бәрібір қиналасың басында, сен үйренесің ғой. Сол себепте бастапқы семестрлерде біраз кредиттарды, бірнеше сабақты қатарынан алған дұрыс. Рахмет көп өзіңнің тәжірибелерімен бөліскеніне. Өйткені тыңдармандарға менің ойымша өте қызық болады, әрі пайдалы болады деп ойлаймын ақпараттар. Маған бос уақытында ағылшын тьютор болып, мұғалім болып жұмыс істейтініңді айтқан болатынсың. Жалпы сол туралы да айтсаң қызық болатын сияқты менің ойымша. Өйткені сабақ та бар, бізде жұмыс та жасайды, басқа проекттермен де айналысады балалар. Яғни бізде мына жақта оқып жатқан балалар ешқашан бос жүрмейді, менің байқағаным. Бәрібір нәрсемен айналысады, өте қатты қуантады сондай нәрсе. Өйткені қазір бәсеке өте жоғары. Сол себепті сен өзіңнің кандидатураңды, өзіңнің скиллдарыңды мейлінше жақсартуың керек. Сол туралы айтып кетсең. Мен жақын арада мен ағылшын тілін мұғалімі болып жұмыс бастадым. 2 ай болып қалды. Және мен үшін жалпы жақсы тәжірибе секілді. Себебі жаңа адамдармен танысасың, жаңа адамдардың көзқарасын, ойларын түсінесің, тіл үйреніп бастай жатқандарын. Мысалы мен жаңа тіл оқитын болсам, мен оны ана тілінде емес, шет тілде үйреніп бастаймын. Корей тілінде солай үйрендім, неміс тілінде солай үйрендім. Оны ағылшын тілінде үйрендіктен, білмеймін, басқаша болып кетті. Ал
олар ағылшын тілін енді үйреніп бастап жатыр және мен оған өз ықпалымды тигізудемін. Менің оқушыларым көбісі өзімнен үлкендеу, олар орта жасы 30 деп айта аламын, 30-дан асқандар. Ең ересек студентім 52-де. Миллениалдармен жұмыс істеу қалай екен? Жалпы қызық, олардың да ойларын тыңдайсың, кейде оларға психолог боласың, өздерінің өмірлік мәселелерін талқылайды сенімен, сен оларды тыңдап, иә деп келісіп, кейде деп жауап бересің. Қызық, иә, себебі әркімнің жағдайы әртүрлі, әркімнің бұл жолға келу себептері де әртүрлі. Сұраймын көбісінен, бірінші сабақ сұрайсың ғой енді, бәрібір ағылшын тілін не үшін, не себептен үйренгің келеді деп. Көбісінің айтатын ойы, ұяламын дейді. Жастардан ұяламын, балаларымнан ұяламын, себебі олар ағылшын біледі, ал мен білмеймін, қалып қойған секілдімін деген сияқты. Сол көбісін айтатын missed opportunities, яғни мүмкіндік өткізіп алдым. Кезінде оқытқан, бірақ оқымадым өзім, ал қазір міне керек болып жатыр. Сол үшін жалпы ағылшын тілін үйрену керек. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліне құрметте, бірақ қазіргі мына тез дамып жатқан заманда ағылшын тілін үйрену керек. Себебі әлем сөйлейтін тіл ол. Бірақ қазіргі заманда 2-3 тіл білген жеткіліксіз деп ойлаймын. База болып кетті да ол. Иә, себебі қазақ тілі, орыс тілі ол енді база болу керек деген секілді. Орыс тілі болмаса да қазақ тілі база болу керек. Онымен қатар ағылшын тілі. Ағылшын тілін білу керек секілді бәрі. Ал енді көбісі, қазіргі жастардың көбісі ағылшын тілін білгендіктен, онымен ешкім таңқалдыра алмайсың. База болып кетті, сондықтан оған қоса тағы басқа тіл үйрену керек. Мысалы, мен өзім жоспарым бар, қытай тілін үйреніп бастауға деген. Себебі қытай тілі ол жалпы жақын арада өте өзекті тіл болады. Әсіресе егер жұмыс жасайтын жерің Алматы қаласы болса. Себебі Алматыда қандас дейді ғой, қандас бауырларымыз Қытайдан көшіп келгендер өте көп. Себебі қытайлық инвесторлар, қытайлық компаниялар қазір Алматыға кіріп бара жатыр. Өйткені визасыз неде режимді қосылды ғой. Жалпы олардың Қытайда нишалардың бәрі жабық, ал Қазақстанда ашық нишалар көп. Олар Қазақстан кіреді, өз жұмысын осы жерде бастайды, ал оларға кім керек? Қазақ тілін, орыс тілін білетін мамандар, онымен қатар қытайша сөйлейтін маман керек қой. Ал осы қандас бауырларымыз, олар Қытайда өмір сүру тәжірибесі болғандықтан қытайша да біледі ғой. Сондықтан оларды жұмысқа алады. Алматы қазір жүріп жатқан солар. Егер сен қытай тілін білмесең, қиындау. Оларда мүмкіндіктер көбірек саған қарағанда. Сондықтан ағылшын тілінен бөлек басқа бір тілді де үйрену керек, егер мүмкіндіктер болса. Өйткені қазір бұрын бәрін білсең, сен мықтысың, көп нәрсе білсең мықтысың, бірақ қазір сен неғұрлым өте тар бағыттағы бір мамандық болсын, үйреніп кетуге қиын тілдерді алсам, мысалы араб тілі болсын, қытай тілі болсын, жұмысқа сені тезірек алады. Сол себепте қазіргі таңда менің ойымша жұмыс нарығы да өзгеріп жатыр. Дегенмен белгілі бір салада ғана жұмыс жасауға болмайды. Себебі жұмыс істейтін болсаң, сен өзіңді бәсекеге қабілетті екеніңді көрсетуің тиіс. Сондықтан бірнеше затты меңгерген дұрыс. Жұмыста да сен 9-5 жұмыс істесең де, осы уақытында басқа нәрсемен айналысуың керек. Сайт хасл, фриланс деген секілді, себебі қалып қоясың бәсекеден. Қазір барлығы сондаймен айналысып жатыр. Vibe coding деген қазір өте өзекті тақырып. Барлығы өздеріне жаңа технологияны қолданып, жаңа заттар, жаңа мүмкіндіктер жасауда. Сондықтан заманнан қалып қоймас үшін қолынан келгенше ақпарат қабылдап, жаңа зат меңгерген дұрыс деп ойлаймын. Жақсы ой деп ойлаймын. Өйткені жұмыс нарығы қатты өзгеріп жатыр. Енді адамдарды жұмыс берушілерді де таңғалдыра алмайсың. Өйткені немесе бізден де мықты білімді адамдар өте көп. Және білімнен бұрын жақсы бір істерге машықтанған, скиллдарды жақсы білетін адамдар көп. Қазақстанда қазір English boom болуда, себебі өте таңғаламын мен оған. Қазір IELTS тапсырып жатқан адамдардың әрқайсысы 7-тен жоғары жинайды, 7-5, 8. Бұрында жету мүмкін болмаған 8-5, 9 алып жатқан адамдар көп. Оған мен таңғаламын, себебі мен аяқтаған кезімде мен алғашқы IELTS-ым 6-5 болатын. Одан кейін 7-5, одан кейін 8-ге көтердім, бірақ онда да қазір мектеп аяқтап жатқан оқушылардың өздері 8-бен аяқтайды, 8-5 алатындар бар. Ол өте керемет нәтиже деп ойлаймын. Бірақ та бір айта кететін нәрсе, менің ойымша, тек қана IELTS-ға сенуге болмайды. Ол жақсы көрсеткіш жинаған, ол күшті, бірақ басқа да скиллдарды дамыту керек. Өйткені көп жағдайда мен байқағаным, ағылшынды үйрететін орталықтардың арасында бір тенденция бар да, мысалы 9 алу керек, 8-де 5 алу керек деген сияқты бір сондай бір план меже бар. Бәрі соған жеткісі келеді. Мысалы, ең бірінші тапсырған адам 6-да 5 алса, 6 алса, немесе 5-те 5 алып қалса, өздерін өте қатты нашар сезінеді. Бірақ мен айтарым, ол бастама, және алға жылжу, ол кейде
өте баяу жүруі мүмкін, кейде бірден көрінуі мүмкін. Сол себепті өзіңізді сөкпей, өзіңізге сәл мейірімді болып ары қарай қозғауға болады. Сонымен қатар тапсыратын, егер шетелге оқуға тапсырғыңыз келсе, міндетті түрде өзіңіз тапсырғыңыз келетін университеттің талаптарын қараңыз. Тілге қатысты талаптары міндетті түрде жазылады, және ол жерде мысалы ең төменгі минимум меже мысалы 6-5 болуы мүмкін, ал сіз мына жақта 8 алғым келеді деп қатты өзіңізді сөгуіңіз мүмкін, жеуіңіз мүмкін өзіңізді. Сол себепті міндетті түрде қарап алыңыз. Ең бірінші бастапқы уақытта 5-5 алу, 6-5 алу, 6 алу, it's okay, ол қалыпты нәрсе. Ары қарай міндетті түрде көтеріледі деңгейіңіз. Иә, сол себепті қатты өзіңізге қатал болмаңыздар деп айтқым келеді. Өйткені бар ғой арамызда тыңдармандар IELTS тапсырғалы жатқан. Әркімнің оқу темпі әртүрлі, әркім әртүрлі уақытта белгілі бір жетістіктерге жетеді. Қазір мен оқушыларым кейде сұрайды, 2 айда мақсатым бастапқы beginner деңгейден B2, C1 деңгейге жету. Оны негізі жеткізуге болады, бірақ ол сен өзіңе байланысты. Егер сен күнделікті тоқтамай бір 5-6 сағат кемінде ағылшын тіліне уақыт бөле алатын болсаң, онда әрине 2 айда сен бұл жетістікке оңайлықпен жетесің. Ал егер сен аптасына 2-3 күн менің сабағымен бір сағаттан өткізетін болсаң, онда жеткізу қиын. Мұғалім ол саған бәрін бере салмайды, ол тек сені сол бағытқа апарады. Ал үйрену, алып кету ары қарай ол тек сенің қолыңда. Жалпы ағылшын, Қазақстанда болып жатқан ағылшын бумы, ол менің ойымша ата-ананың бала шағаға деген қойған амбишндары көбіне. Және ол Қазақстандағы бәсекелестік. Бізде IELTS пен SAT-мен түсетін, бірақ былай айта кетсек, топ вуз ол Назарбаев университеті, және ол жақты мен жақында requirementsтерін қарадым, түсу керек талаптарын, ол енді crazy. Ананы сипаттай алмаймын мен. Егер сен грантқа түскің келсе, ана жақта IELTS-ың 7-8, SAT 1500-ден жоғары деген анау сұмдық. Себебі сен ол жетістіктермен, нәтижелермен сен шетелдегі топ вузға оңайлықпен түсесің. Ал мына жақта сен қиналып Назарбаевскийге түсесің. Бірақ мен ойымша оның да өзінің жақсы жағы бар. Себебі сен Назарбаевке түссең грантқа, яғни сен Қазақстан топсың. Және сен тура сондай өзің секілді топтардың арасында оқисың. Жақсы мамандардың, болашақта ол нетворкинг ретінде керемет жүреді. Қоғамның қаймақтары, мысалы жаңа Назарбаев университетінде, Алматыдағы КБТУ, КИМЭП, Нархоз университеттерінде деп айтуға болады. Рас. Мысалы бізге қонаққа келген Адель деген қыз да қазір Кияда жұмыс істеп жатыр. Кореяда оқыды, бітірді. Қонағымыз бакалаврды Назарбаев университетінде оқыды, бірінші курстың 6 айындай. Сол кезде айтқан болатын, Кореяда оқуды бастаған кезде бакалаврды оған қатты қиын болмаған, себебі Назарбаев университеті, Назарбаев NIS мектептері өте тереңдетілген программамен жүргендіктен, бастапқы мысалы жоғары математикаға қатысты сабақтар оған қатты қиын болмаған. Жалпы нетворкинг қазір маңызды. Сондықтан егер сен шетелге оқуға түсемін деген ойың бар болса, бұл поинтты да қараған маңызды деп ойлаймын. Себебі шетелде сен international communityмен жүресің, және егер сен мысалы кәсіпкер болғың келсе, Қазақстанда жұмыс істегің келсе, онда мен ойымша Қазақстанда да оқуға болатын секілді. Себебі СДУ, КБТУ, КИМЭП деген секілді университетте оқысаң, ол жақта орта басқаша. Және олар кейін болашақта жақсы таныс болуы мүмкін. Ал Кореядағы орта олар басқаша. Себебі олардың айналысатын кейін болашақтағы орындары да, филд сфераларда, бағыттарда басқаша болады. Және олар да жақсы нетворкинг, бірақ егер сен осындай непотизм тақырыбына келетін болса, онда Қазақстандағы өнер таңдаған дұрыс. Мен байқаймын қазір бізде медиада жүрген адамдардың тең жартысы Назарбаев университетін бітірген. Қазақстан деген үлкен ауыл ғой. Шетелде жүргендер мысалы Инстаграмда жазылсаң, бәрібір сен ортақ танысың табасың. Нетворкинг қажет. Қатты таңғаламын меніңше, кейде біреудің Инстаграм парақшасын ашасың, ол сенің өміріңнің екінші маусымда қалып кеткен кейіпкер болса, оған сенің өмірінің бір 11-ші маусымда пайда болған кейіпкер тіркелген. Соны көресің да түсінбейсің. Қазақстан деген кәдімгідей үлкен ауыл болып. Рас, үлкен ауыл. Үлкен адамдармен жұмыс жасадым деп айтып жатсың ғой. Жаңа сенімділік бар деп айтқан болатынсың. Бір жағынан психолог сияқты, негізі мұғалім болған кезде де барлық рөлді алып шығатын сияқтысың. Сен ғой оларға былай мотивация беріп, оларды бағыттайтын. Сондықтан оларға өздеріне деген сенімділікті арттырсаң, бірге жақсы жетістіктерге жетесің. Рас. Менің ойымша ата-аналар көп салыстыратын сияқты. Жағдайлар болады, мысалы балалар жақсы оқып, шетелде білім алып жатса, немесе күшті университетте білім алып жатса, ата-аналар
ол жетістікке ешқандай қатысы жоқ сияқты Иә. қылықтарды көрсетеді. Мен өзімде де мысалы сондай болды. сосын мен айтамын ол қалай, ол сендерсіз ол болмас еді деймін да. Мынау менде мысалы бізде осы балаларда ашылып жатқан потенциал, ол сіздердің кезінде құйған еңбектеріңіздің нәтижесі. Сіздер қалаған потенциал шығар бәлкім, сол ашқыларыңыз келген, өзіңізден ашқыңыз келген потенциал балаларыңызда гүлденуі мүмкін деген сияқты. Солай. Иә, шетел жайлы бай стипендия туралы айтқың келді да сен. Иә, жалпы қазір мен байқағаным Қазақстандағы жалпы қоғамда адамдар шетелдік өмірді романтизациялайды, және көбіне шетелге қашып шетелде өмір сүргісі келеді. Бірақ иә, осы тақырыпта көп сөйлесеміз подкастта. Иә, бірақ көп адам түсінбейтін нәрсесі ол әр елдің өзінің жақсы жақтары мен жаман жақтары болады. Яғни жайлы жақтар және жаман жақтар. Сонда сен оны өмір сүріп көрмей ол жақтың өмірін сезбей қалай ондай ойға келе аласың деген ой туады менде. Сондықтан біз негізі романтизацияны тоқтатып сезініп көруіміз керек деп ойлаймын. Яғни сен ондай ойың бар болса, шетелде өмір жақсы деген, барып өмір сүріп көр. Сен оны көрмегенше, сезінбегенше айта бере аласың. Бірақ айтқан сөздерің бос сөз болады. Себебі сен тәжірибе жоқ қой, сен көрмегенсің. Сен шетелде қыдырып қайтқаның, бір апта 10 күн болып қайтқан, ол тұрып көрдім деген тәжірибе емес. Кем дегенде бірнеше ай тұрып, ол жақтағы мәселелер сезінгеннен кейін ғана сен сөзіңнің салмағы болады. Мысалы, шетелде өмірдің өзінің кемшіліктері де бар, қиын жақтары да бар. Виза мәселелері бар, кейін стресс, ақша табу, жұмыс, тіл, қоғам, орта табу, оның барлығы оңай емес және әркімге беріле бермейді. Сондықтан көп адам бастапқы жолында беріледі шин. Сондықтан өзін сынап көр, қолынан келсе, онда неге көшпеске, көшіп көр, өмір сүріп көр. Ал егер қолынан келмесе, енді Қазақстанға қайтуға тура келеді дегендей, Қазақстанда сен әрдайым күтетін адамдар, жандар болады. Қазақстан ол сенің туған кіндік, қаның тамған жер. Сондықтан өйтіп романтизациялап, босқа салмағы жоқ сөздер айтудың орнына іс-әрекетпен жасап, дәлелдеп, сөздің салмағын қосайық деген өзінің ойым бар. Бұл тек қана жігіттерге қатысты емес сияқты, сенде андай болады ғой. Білмеймін, бізде қыздар оқиды ғой, көп оқып жатыр шетелде мысалы. Және шетелде оқып жатқан қыздардың үлесі менің өте көп деп ойлаймын. Осыған дейін келген қонақтар романтизация туралы сөйлескен кезде қыздардың көпшілігі айтады, романтизациялау керек, өйткені сен өзің күнделікті күйбең тіршіліктен шаршап кетуің мүмкін. Сол себепті өмірге деген андай мотивация болсын, шаруаны тындыруға деген бір күш қажет болған кезде романтизация жасау өте қатты көмектеседі. Бірақ сен мысалы шетелде тұрмай, оқуға бармай, сырт көзбен қарап оған сондай романтизацияны көрсең, әрине сыни тұрғыдан ойлана білу керек. Ол әрине сенің мотивацияңды арттырады, сенің қызығушылығыңды арттырады дегенмен шетелде тұру, оқу, білім алу барлық жағдайда керемет бір тәжірибе болады, барлығы оннан болады деп ойлау әрине ол қате. Қате дегенде, қатеден бұрын қалай айтсам болады, сен жүрегіңді, жаныңды жаралап алу ықтималдығы жоғары болады ондай кезде. Өйткені дайын болып келуің керек та, себебі шетелде оқысаң, сен өзіңнің әлсіз тұстарыңды 100 есе көре бастайсың, нақ көре бастайсың. Онымен бетпе-бет кездесу сәл ауыр болуы мүмкін. Егер сіз оған дайын болсаңыз, міндетті түрде алға басып, мақсатыңызды қойып, оқуға түсіп, немесе жұмыс істеп көріңіз шетелде. Бірақ егер дайын болмасаңыз, онда тұрған ештеңе жоқ, ол да қалыпты нәрсе. Бәрі тәжірибемен келеді. Тіпті шетелге оқуға түсіп келіп, сіздің ойыңызша сәтсіз аяқтадым деп ойласаңыз да, ол қалыпты нәрсе. Өйткені тәжірибені ата тәжірибе, жақсы, жаманы жоқ. Өйткені кез келген уақытта сол тәжірибе арқылы бір нәрсе үйренуге болады. Бұл жақта мен ойымның жалпы key point-ы ол location change, әрдайым life change емес. Өйткені сен өзіңді алып барасың ғой. Сендегі таптаурын ойлар, сендегі комплекстар, сендегі ішкі шиеленістер бәрібір сенімен бірге жүреді ғой. Сен өзіңнен қаша алмайсың. Сол ойларды тасып барасың. Жалпы орыстың сөзі бар. Хорошо там, где нас нет деген. Бірақ мен ол сөзбен келіспеймін. Хорошо, где мы есть. Біз бар жерде ғана жақсы болады. Және сондықтан өз-өзіңмен өмір сүріп, қазір өмір сүріп жатқан жеріне қанағат етіп, былай рахмет айтып, бүгінгі күніне солай өмір сүрген дұрыс деп ойлаймын.
Иә, мен ойымша осындай нотамен біздің подкастты аяқтауға болатын сияқты. Көп рахмет Жақсылтан, келгеніңе. Өте күшті, татымды әңгіме болды. Біздің тыңдармандарға да барлығы ұнайды деп ойлаймын. Сіздерге бір өте жақсы пайдалы кеңестер берген сияқты. Иә, саған сәттілік тілеймін бакалаврдағы жолында, бұйырса өте жақсы нәтижемен аяқтап өзің қалаған дүниелерді жасайсың деген үміттемін, сенімдемін. Солай көп рахмет саған келгеніңе. Саған рахмет Торғын, шақырғанына, бірінші осы ұсынысымды қабылдағанына. Жалпы өте қуаныштымын осындай тәжірибені сезінгеніме сенің арқаңда. Рахмет көп. Жиналып қалыпты ғой кәдімгі әңгіме. Бір поинт айтып кетейінші. Айта ғой. Сұрайын деп едім ғой кеңес соңында подкаст. Иә. Мен өзім бірінші семестрімнен бастап репостым, алғашқы тиктоктағы репостымда сол әркімнің өз уақыты бар болған. Яғни өзіңді өзге біреудің таймлайнымен өлшеме. Яғни әр адамның өзінің өмірінің уақыты болады. Әр нәрсенің өзінің уақыты болады. Ағылшын тілінде God's plan дейді. Құдайдың өзінің жоспарлаған, өзінің өлшеп қойған кезеңдері болады. Сондықтан асығып жатырмын немесе үлгермей жатырмын деген ойларды жиыстырып, жай өмір сүріп, қазіргі осы шақта өмірден жалпы ләззат алған дұрыс деп ойлаймын. Себебі сен болашақты қуасың, болашақтың артынан жүгіресің, бір нәрсеге қол жеткізгің келеді деген үмітің болады, бірақ сен дәл қазір болып жатқан нәрсені жіберіп қойып жатсың. Қазіргі шақ ол да қайтып келмейді. Болашаққа жетуге болады әлі, бірақ қазір болған затқа жете алмайсың. Иә, көп рахмет, күшті кеңес болды деп ойлаймын. Міндетті түрде соңғы берген кеңесіңді эпизодтағы қиынды қылып жүктейтін боламын. Рахмет. Көп рахмет. Жаздық ау дейсің.